Ассалаумағалейкум достар. Омикронмен жекпе-жек. Бұл тұмау жалпы көп кең таралуда. Оның алғашқы белгілері бас айналу, қызудың температураның көтерілуі, тәбеттің нашарлауы және де іш ауыру. Міне осындай изоляторда жатырмын, өз-өзімді оқшаулап қазір. Осы ауру бізге де келіп жетті. Өте көп адам ауырып жатыр. Жұмыста жұқтырып алдым. Міне өзім сол ауырған адам ретінде басқаларға көмегім тисін деп осы видеоны шығарып отырмын. Сақтанып жүрейік, маскамызды киіп. Ескеретін жайт, қызу көтерілгенде адамға белгілі болады, кішкене бас ауырып, сәл жүрегі айнап, ештеңе құлшынысы болмайды. Сол кезде жүруге болмайды екен. Мен дейтін өз-өзімді жеңем деп тұрып жүріп кеттім. Жүріп кеткен кезде әлсіреп отырғызып мені басып тастады. Денем ауырлап кәдімгідей. Лезде жұмысымның жедел жәрдеміне келіп жетті. Диметрол аналоген дейтін укол салды. Басқа уколдарды, ауыр уколдарды салып қажет жоқ екен. Сол уколды салғаннан кейін температурам түсті. Және де сол қалыпта әлі тұр, түскен, мен өскен жоқ, бәрі жақсы. Енді қазір жақсымын. Мына жеріме ұшық шығып кетті. Баяғы кішкентай кезімізде үлкендер ұшық шықса жазыласың деген сөз еді. Түбә жақсымын. Енді сол дәрі-дәрмектерді сізге көрсетіп жіберейін, қарапайым дәрілер. Азитромицин дейтін дәрі, ішінде мынандай үш дәрі тұрады. Біреуін іштім. Күніне бір рет ішіледі, тамақтан кейін, бір сағаттардан кейін. Және міне антикрипин дейтін дәрі, өте доступны, қолжетімді дәрі, таңертең кешке ішеді оны. Міне ингалиф дейтін, тамаққа себетін, пышылдатып, бұны дейтін, басқа түрі, ана жасыл емес, мынандай не түрі, шөлмектегі түрі. Мынау жақсы екен, осыны алсаңыздар болады. Қақырықты шығарды, өте жақсы дәрі. Терафлю, кешке қарата ішесің оны, бір пакетті барлық толықтай саласың. Және аспирин, қанды сұйылдырады. Бірінші байлық денсаулық дейді ағайын. Аман сау болыңыздар.